Қайырлы күн, достар. Бүгін мен Gemini'да Storybook дегенді көрсеткім келіп отыр. Яғни Google'да ашамыз, Gemini деп іздейміз. Біреулер Gemini дейді, біреулер Gemini дейді. Gemini'ді ашқаннан кейін ішіне тіркеліп аласыздар. Тіркеліп алғаннан кейін сол жақта 3 сызық тұр, сол 3 сызықты бассаңыздар Storybook деген бар. Storybook деген бұл ертегі жасау. Яғни біздің сольфеджио сабағында дайындық сыныптарына, бірінші сынып оқушыларына ертегі жасағанға өте ыңғайлы бағдарлама. Осы жерге промпт жазасыздар. Мысалы, динамикалық белгілер тақырыбында дайындық сыныптарына арналған сольфеджио сабағынан ертегі құрастырып бер, кейіпкерлер қандай болу керек, барлығын жазасыздар. Мысалы, кейде раскраска түрінде жасасаңыздар да болады, ол кезде кейіпкерлерді бояма, раскраска түрінде жаса деп жазай бересіздер. Сіз тапсырманы қалай бересіздер, Gemini солай жасап береді сіздерге. Міне сізге ертегі құрастырып шығарып берді. Сиқырлы дыбыстар патшалығындағы саяхат. Яғни авторы сіз егер өз аккаунтыңыздан тіркелсеңіз, сіздің аты жөніңіз жазылатын болады. Кітап сияқты әрбір бетін парақтасаңыз болады. Мына ертеде қар жамылған Эрендель сарайында Эльза, Анна және көңілді аққала деген сияқты ертегіні құрастырып береді. Бұл сторибуктың бізге бір пайдасы, қазіргі балалар білесіздер, ертегі оқымайды, кітап оқитын бала қазір жоқтан қасы. Яғни оқушылар ертегіні оқиды, кейіпкермен танысады, жаңағы ережелерді жаттайды. Мысалы, ортасында суреттер шықпай қалуы мүмкін. Сол кезде мынау сол жақтағы спросить Gemini дегенге басасыздар. Суреті қайда? Кейбір кезде шықпай қалады. Енді бұл жасанды интеллект болғаннан кейін кейіпкерлер кейбір кезде басқаша болуы мүмкін. Сондай кезде дұрыстап жаз деген сияқты тапсырма бересіздер. Жоғары жақта поделиться деген бар, скачать деген бар, көрдіңіздер ма? Сілтемесін көшіріп алып, WhatsApp топқа жіберсеңіздер де болады. Скачать дегенді басып, ноутбуктарыңызға сақтап, принтермен шығарып алсаңыздар да болады. Өте ыңғайлы. Егер кейіпкерлер ұнамаса, қайтадан кейіпкерлерді ауыстырсаңыздар да болады. Мысалы, тапсырма берген кезде орман кейіпкерлерімен жаса, болмаса Айша есімді қызды басты рөлге қой деген сияқты, өте ыңғайлы. Жасап көріңіздер. Скачатты басып, біз өзімізге жүктеп алдық. Енді сіздер PDF форматта ашып көрсетейік. PDF форматта ашылған кезде осындай үлкен кітап болып ашылады. Принтердан басып шығарып, әр оқушыға жеке таратып берсеңіздер де болады.